Қайырлы күн, достар. Біз Pinduoduo'дан товарды қалай таңдаймыз, неге мән беруіміз керек, бүгін сол туралы айтатын боламын. Міне Pinduoduo'ның басты бетінде тұрмыз, басты мәзірінде. Бұл жерден өзімізге ұнайтын керекті товарды таңдап, сол товардың ішіне кіріп көреміз. Міне біз бір 4G ме 5G'ге кіріп көрейік. Футболкаларға. Міне осы жерден мысалға мына сөздер не деп жазылып тұр десеңіздер, скрин жасап, сөйтіп Google-ға кіріп, переводчик через фото дегенді басып, деп тересіздерді өстіп, через жаңағы скриндарын салсаңыздар, барлық сөздердің барлығын сіздерге переводтап береді. Біз көп жағдайда заказды береміз, бергеннен кейін, міне заказымыз әлі жоқ, карго 15-20 күн деді, әлі алып келмеді деп жатамыз. Мына жерде бізде жазылған бесплатная доставка в течение 7 дней деп тұр. Яғни ол сіз заказ берген күні алып барады деген сөз емес. Яғни бір аптаның көлемінде сізге товарды жеткізіп береді. Барлық сөздерді, керек мағлұматтардың барлығын сіздер өстіп жақындатып, барлығын оқысаңыздар болады. Переводқа салсаңыздар болады. Енді Pinduoduo'ның өзіне кірейік. Кіргеннен кейін мына жерде қызыл жанып тұр ғой, сол жерде 2 адам бірігіп алады. Көп товарда бізде сондай. Бұл жерден адамды өзіңіз таңдасаңыз да болады, немесе сіз заказ бересіз, заказ бергеннен кейін жаңағы қызыл жанып тұрған адамдардың қатарында сізде тұрасыз. Сізді бір адам таңдаған кезде сіздің заказыңыз кететін болады. Мына жерде магазин тұр. Магазиннің рейтингі көрсетілген. 4,5 жұлдызша болып тұр. 10 мыңдай адам заказ берген екен. Магазинге кіріп, басқа да товарларын көруіңізге болады. Листать етіп қарасаңыздар болады. Және бұл магазиннен кері шығайық. Төмен қарай түсе берсеңіздер, жақыннан товардың сапасы жайлы, размерді қалай таңдау керек, барлығы нақты толық жазылған. Товарды жаңағы киім қандай материалдан жасалған, қанша градуста жууға болады деген сияқты барлық мағлұмат берілген. Түстері, жақыннан суреті барлығы бар. Ендігі кезекте размер таңдағаннан кейін мысалға сіздер бағасы, точный бағасы сол кезде шығады. Мына жерден мына жазуды белгілеймін. Сол жерде алған адамдардың суретін жібереді, жаңағы фотоотчет алғандағы сапасына жақсы, ұнады, ұнамады деген баға берген. Осы жерден де қарасаңыздар болады. Тігісін барлығын түсіріп жібереді. Әр алған адам өзі жаңағы отзыв қалдырады. Осыған да қарап алуларыңызға болады, таңдауларыңызға болады. Ендігі кезекте мына жерде жаңағы мен сіздерге түсіндіріп айтқан, жаңағы таңдағаннан кейін осы жерде шығып тұратын боласыз. Осы жердегі адамдар таңдап алынады. Енді басқа да товарларға кіріп көрейік. Кез келген затқа, кез келген товарға кірсеңіз, барлығында осындай бөлімдер болады. Кез келген нәрсені переводтап, оқып, толық. Мысалға, мына заттар арзан заттарда, бұны алсаңыздар, ақшаларыңыз күйіп кетсе де, еш өкінбейсіздер. Егер де кейбір адамдар өте қымбат затқа заказ береді. Сондықтан кез келген майда шүйдесіне дейін мұқият қарап, таңдап алған жөн. Мына жерде неше түрлі фотоотчеттер тұр, отзывтар тұр. Оны да переводтап оқысаңыздар болады. Жақыннан бәрін оқып, размеріне дейін переводтап, бұл жақта көбіне 100 килограмм, 150 килограмм деп адамның килограммына жазып, адам килограммын жазып, сөйтіп жазады екен размерді. Ол да бір жағынан дұрыс шығар. Мен аяқта өзім заказ берген товарға кіріп көрсетейін. Мысалға, мен спортивканы, мужской спортивка 12-сі күні заказ бергенмін, 12 ноябрьде. Сонымен
12-сі деді, 14-і деді, 16-сы деді, бірақ бұл заказ 21 күні бірақ складқа барған. Сол 21-нен бастап есептейміз неше күнде товардың қолға тиетіні. Мысалға бізге карго 20-25 күнде деп обещать етті ма, сол 20-25 күнді ары қарай есептейміз. Мен сіздерге мына жерде көрсетемін. 21 11 ай деп тұр. Мен дәл осы жолмен, дәл осылай заказ берсеңіздер болады. Және де каргоға мысалы хабарласпай бірінші қай уақытта заказдарыңыз складқа түскенін біліп алуларыңыз ол міндетті. Мен жаңа жылдық неше түрлі мұнда футболкалар бар екен, отбасылық. Жаңа жылды кереметтей қылып атап өткенге, фотосессияға осылай да таңдап алсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Немесе WhatsApp номерімді қалдырамын. Сол жерден карго адрестерін алуларыңызға да болады. Видеом ұнаса комментарий жазып, лайк басып кетіп тіркелуді ұмытпаңыздар.